Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Айгерім, каналыма қош келдіңіздер. Рахмет, менің каналыма келіп, видео көріп жатқандарыңызға мың алғыс. Бүгін мен сіздермен менің жаңадан сатып алған бет күтімім жайлы сөйлесетін боламын. Қазір сіздерге көрсетемін. Коробкасымен сақтап қойдым, сіздерге көрсетейін деп. Әлі лақтырған жоқпын. Ал бастайық. Бірінші сіздерге қазір бет күтімінде осындай пенка қолдану қажет. Бұл пенка корейский, бүкіл уход қазір корейский негізі. Мынандай Кюнгюн Юльма осындай фирманікі. Енді мен басып қолданып бастадым. 3-4 күн ғана болды. Бұлай өте жақсы, иісі де жағымды, ешқандай бір ароматизатор, духи сияқты бір иістер қолданбаған, өте сондай бір таза, бір жақсы. Кожаны қатты сушистетпейді екен. Приятно. Қазір кешкі уходымда сіздермен бірге жасап көрсететін боламын. Бұдан кейін мен мына біреу нені қолданамын. Бұл бізде тонер, яғни тоник десе де болады. Синтелла деген фирманікі. Бұл тоникті мен кәдімгі ватный дискқа кішкене былай батырып, сөйтемін да кожамды по массажной линии сүртемін. Әрі поэтапна жүру керек деп айтады негізі. Көбінесе бұл корейский уходта қалай дейді, бірнеше стадиядан өтеді ғой. Одан кейін маған мынаны мен сіздерге қазір күндізгі уходты, яғни утренний уходты көрсетіп жатырмын. Бұл бізде вита B3 source, яғни ниацидамид. Бұл мынандай сыворотка. Отзывтарды қарасам өте жақсы. Бетке тамызады. Бұлар енді көбісі, почти барлығы деп айтайын. Мен кожам проблемный кожа ғой, соған арналған. Ағартады, черный точкаларды кетіреді, прыщиктарды сразу тез кетіреді. Одан кейін ағартып, шеменде проблемный кожа негізі бұрыннан сонау переходный возраст кезден 13 жасынан басталған негізі. Содан бері сондай проблемный кожа менде. Сондықтан постоянно уход жасау керекпін. Осы 3 этаптан кейін мынандай не жағам. Молочная мультисерная кислота сияқты. Skin and Lab деген фирманікі. Бұл тоже мынандай сыворотка. Мынау кешкі уход. Мынау үшеуінен кейін күндіз. Мына біреу SPF-ті қолданам. Бұдан фирманікі. Осындай атпақ. Отзывтары өте күшті деп жатыр. Көрінбейді. Андай эффект SPF деген сияқты қатты ондай емес. Енді мен енді қолданып бастадым, достар. Жақсы результатты сол 3 апта бір айдан кейін сізге көрсетемін до после. Мына бізде кешкі уход. Мына жерде ойнауыды. Кешкі уход. Демешсің жоқыш. Енді мынау уже бізде кешкі уходта. Күндізгі уходты жасаймын ғой. Балым қасында тұр. Одан кейін кешке уже 4-5-терде на гидрофильное масламен, осы мысалы SPF бәрін жаққаннан кейін осыны дозаторны. Да. Осымен жуып тастаймын. Бірінші этапы кішкене. Одан кейін
Как обычно, мынау не кетеді. Тоник, я. Одан кейін мынау, яғни неоциланид кетеді. И кешкі уақытта мына. Потом мына біреу молочная кислота дейді ғой, спиннерлар. Осы кешкі уақытта. Потом мына біреу азелаидная кислота. Бұны аптасына 2 рет қолдан деді. Тоже ұйықтар кезде. Мама каза. Тоже сыворотка мынандай. Да, мама каза. Я мынандай видеоға түсіріп жатырмын ғой әпелерге, я. Мына жақта балаларым жетіп берді. Қой дейінші. Әпелерге привет де. Мен қазір сіздерге менің кешкі уходымды көрсететін боламын. Ол үшін мен бірінші мына гидрофильное масломен бетімдегі бүкіл нені жуып тастаймын. Таңертең жасаған процедураларды, яғни соңғы рет не жақтым. Солнцезащитный крем SPF 50. Соны жуып тастайтын боламыз. Әдемілеп осылай бүкіл кремнің бәрін кетіремін. Сықылап осылай жуатын боламын, достар. Гидрофильное масломен. Макияж жағатын қыздарда осылай макияждарын бірінші кетіріп алып, сосын уходты бастайды. Şimdi бетімді әдемілеп сүртетін боламын. Полотенцемен сүртпеңіздер деп айтады көп косметологтар, потому что көп бактерия, микробтар қайтадан бетіңізге жұғып кетуі мүмкін, особенно менікі сияқты проблемный кожа болса, осылай просто қатты былай бет-бетіп емес, жай сүртіп шығыстар. Мама, итиди. Молодец, Тимча. Енді бізде для умывания оны да қолыма распределять етіп, былай Т-зона, особенно черной точки менде, мұрынның жан-жанына мына жер. Мына жерде еще прыщиктар бар. И мына мойын жақты да ұмытпаңыздар деп айтады. Жақсылап сықылап жуам. Темірхан деген бала келді. Мен мына жақта уход жасап жатсам, бұл бала көтер деп жатыр ғой. Енді қазір бетімнің кішкене кепкенін күтемін. Содан кейін тоникпен сүртеміз. Достар, менде негізі бұрыннан проблемный кожа деп айттым ғой, я. И постоянно уходпен жүретім студент кезінде де. Неге косметологтарға баратым постоянно, еще түрлі процедуралар, там мезотерапия, плазмолифтинг, биоревитализация, соның бәрін жасағанмын негізі. Бірақ прям керемет болып кетті деп айтамын. Бірақ
ну кішкене білінбей қалады екен, более шрамдар бар еще бетімде. Одан кейін не я постакне болатын, қазір олар кетті кішкене, бірақ арасында там қыздардың нелері болады, месячный кезде прыщиктар мына екі жақтарыма шығады. Ана немді ұмытып кетіппін ар жақта. Андай вахтамен істей салам. Ватный дисктар мына жақта қалып қалыпты шифонерде. Ничего страшного. Тонермен сүртеміз. Енді мен қатты көп төкпеймін, чуть-чуть жетеді. Енді қалай по массажной линии деп косметологтар айтады. Солай енді сүртіп шығамын. Негізі қанша беті тарылсаңыздар да бәрібір бір кір шығып тұрады. Болды. Жеткілікті. Кішкене кір шықты. Қазір кішкене тағы да кеткенін күтемін. Содан кейін мен нені төртінші бізде неоцидамидті жағып көрсетем. Одан кейін кішкене 1-2 минуттан кейін мына молочная сыворотка. Успокаивающий. Бұл уходтың бәрі негізі не ғой? Кожаны выравнивать етеді, ағартады, жаңартады, регенерация кожасын жақсартады, яғни нені кожаның жаңаруын, және де мына не бар ғой? Бағана көрсеткен азелиновая кислота, ол азелаидная кислота, то есть сондай. Ол бізде тоже ағартады, шрамдарды кетіреді, кожаны жаңартады. Сондай қасиеттер бар бәрінің. Менің кожам уже кетті. Сыворотканы енді жағамыз. Бәрі оп-оңай достар. Негізі мен сияқты балдарыңыз болса да енді бет күтімін жасау керек негізі. Бірақ мен осы соңғы 1 жылда осы кіші баламды босанғаннан кейін тек жасамай кеткем негізі. Достар, бізде 2 минуттай өтті. Не істейсің сен? Последний бізде уходда тоже церамид, молочная кислота, Skin and Love. Нет, көргендеріңізге видеоны лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен сияқты шпалалы ана осылай уход жасап үлгеріп жатыр. Сіздер де өзіңе қарап күтім жасап жүріңіздер. Себебі кожа ол өте важно, біздің жас болып жүргенімізге. Енді мен бұның жақсы результатын Құдай қаласа. Отырасың ба? Достар, міне менің уходым осымен бітті. Менде
мен мына жерге қойып қойдым уходтарымды. Менде идеальный кожа емес, сразу айтайын. Мына жерде раздражение бар, әлде кеткен жоқ. Енді 2-3-4 аптадан көрсетемін. Мына жерде прыщиктар бар кішкене. Енді Құдай қаласа осы алған уходым бетіме жақсы көмектесер деген үміттемін. Бірақ енді бұл уход менің кожама арналған. Сіздер негізі өздеріңіз өз беттеріңізше алғандарыңыз дұрыс емес негізі, потому что сіздердің кожаларыңыз әртүрлі, біреу жирный, біреу комбинированный, там раздражение болуы мүмкін деген сияқты ғой. Сондықтан консультантпен ақылдасып немесе косметологпен негізі косметологтан алғанда дұрыс. Бірақ мен Астанадағы мықты бір магазиннен алдым. Консультанттардың өздері косметологтар сияқты дұрыс таңдап береді. Ал достар, рахмет. Мен видеомның соңына дейін көргендеріңізге. Менімен бірге болыңыздар. Алда тағы да өте қызықты видеолар сіздерге түсіремін. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.